Барлықтарына сәлем, менің есімім Әлбек. Бүгін біз сіздермен HTML курсын бастайтын боламыз. Жалпы HTML қолданысы мәтіндік редактор орнату. HTML негізі ол белгілеу тілі деп атайды. Яғни HTML бұл толыққанды программалау тілі емес, орысша айтқанда язык разметки деп атайды. Бұл тіл негізінде 1993 жылы жарыққа шыққан болатын. Сол кезден бері осы қазіргі кезге дейінгі бүкіл браузерлерде орнатылған. Яғни барлық браузер осы HTML стандарты бойынша жұмыс жасайды. Сіз мысалы Google-дың сайтын көріңіз, Facebook-дың сайтын көріңіз, барлық сайт осы HTML тілінде жазылған. Яғни сайттың структурасының барлығы да осы HTML тілінде жазылған. HTML-дың структурасына келетін болсақ, мына жерде төменде бұл head деп аталатын бөлігі бар, және де жоғары жақта body. Яғни HTML екі бөліктен тұрады, head және де body. Head'тің ішінде сіз страница, яғни парақшаның атауын көрсете аласыз, және де мета тегтерді көрсетесіз. Бұл жерде осы страницаның иконкасы және де осы секілді SEO оптимизацияға қатысты нәрселерді де беруге болады, және де қосымша осы CSS стильдерге сілтемені қоюға болады. Ал body'дің ішінде осы страницаның, яғни парақшаның барлық элементтерінің барлығы да осы body тегінің ішінде орналасқан. Енді осыны практика жүзінде қарастырайық. Ең алдымен біз сіздермен бірге осы жұмыс үстелінде папка ашайық. Папканың атын мысалы курс деп атай салайын. Создать және де блокнот құрамыз. Блокноттың атауын біз index.html деп көрсетеміз. Міндетті түрде HTML болу қажет. Енді бұл текті ашатын болсақ, бұл жерде қарапайым блокнот шықты бізге. Ал файлдың типін көретін болсаңыздар, текстовый документ деп тұр. Бұл жерде бұны шешу үшін біз мына жерде міндетті түрде файлдың форматын қосуымыз қажет. Сол кезде файлдың форматы бізде HTML емес, .txt форматында тұр. Біз txt-ді өшіреміз. Сол кезде барып бізде осы HTML файл шығатын болады. Енді келесі кезекте біз осыны мысалы қарапайым блокнотпен ашып қойсақ та болады. Мысалы блокнотпен тест деп жазып көрейік. Және де осыны біз браузерде ашатын болсақ, тест деген сөз шығады. Бірақ та блокнотпен жұмыс жасау өте ыңғайсыз. Ол жерде дайын арнайы функциялар жоқ. Сондықтан да біз сіздермен бірге Sublime Text бағдарламасын орнатамыз. Яғни бұл бағдарлама бізге текстовый редактор деп атайды. Осының көмегімен ыңғайлы жұмыс жасауға болады. Бұл бағдарлама менде орнатылған, сондықтан да мен орнатпаймын. Мен бірден осы біз сіздермен бір құрған Sublime Text бағдарламасын ашамыз, және де бұл жерден біз өзіміз құрған Open Folder деп басамыз, және де жұмыс үстеліне өтеміз, және де курс деп аталатын папканы ашатын боламыз. Міне біз құрған папка, бұның ішінде біз жаңа жазған тест сөзі, енді бізге HTML деп жазатын болсақ, дайын осы HTML-дің структурасы бізге құрып береді. Бұл структура бойынша мына жерде doctype HTML, яғни біз қазір HTML-дің 5-ші нұсқасымен жұмыс жасап жатырмыз деген сөз. Осы текті қою арқылы. Және де мына жерде HTML тегі тұр. Бұл тек міндетті. Және де осының ішінде біз head деп аталатын, және де body деп аталатын бағана презентацияда қарастырған тектерді көріп отырмыз. Бұл екі тек бойынша head-тің ішінде title деген тек тұр. Бұл біз құрған страницаның атауы. Мысалы, мына жерде index.html деп тұр. Біз мысалы тест парақша деп өзгертейік, және де сақтаймыз міндетті түрде, сақтамаса өзгермейтін болады. Сол кезде көріп отырғандарыңыздай тест парақша деп өзгерді. Және де бұдан бөлек бұның ішінде қосымша мета тексттерді көрсетуге болады. Осы арқылы мысалы кодировка, яғни UTF-8 деп аталатын кодировканы көрсетсек, біз сайтта жазатын барлық, жалпы айтқанда барлық әріптерді қамтитын болады. Бұдан бөлек body тегінің ішінде біз қарапайым өзіміздің мысалы HTML элементтерін жаза аламыз, яғни көрсете аламыз. Мысалы h1 тегін көрсетейік, және де бұның ішінде біз lorem ipsum деп жазайық. Яғни кез келген текст жазуға болады. Мен тест үшін осы бір текстті алып көрсеттім. Немесе қазақша сәлем әлем деп жазайық. Сақтаймыз. Сол кезде
өзгереді